Жиналған қауым, бастысы бүгін осы ай әрине бүкіл мұсылман жұртшылығының қасиетті ай, Рамазан айы, сондықтан да ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын дегім келеді. Әрине бүгін ерекше күн, айтулы күн. Қазақтың тарихында, алаштың тарихында өзінің басын отқа тіккен тұлғаларымыз, елдеріміз көп болған әрине. Соның бірі Амангелді Иманов атамыз. Қазақтың тұтастығы мен бірлігінің жолында, тәуелсіздік жолында өмірін шарт етіп, осындай қазіргі біз көріп отырған жақсылықты, біз көріп отырған тәуелсіздіктің бастауы осы кісілердің табандылығы мен батырлығы мен келді десек жатыспаймыз. Биыл бабамыз, Бейбарыс бабамыздың да 800 жылдық мерейтойы, Амангелді Имановтың 150 жылдық мерейтойы, ағартушы Темірбек Жүргеновтің 125 жылдық мерейтойы секілді айтулы жылдар, айтулы мерекелік даталар бар. Оның барлығын халыққа насихаттау, келер ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеуге, біздің ұлтымыздың қасиетін, бабаларымыздың өткен жолын тәрбиелік мағынасы зор екеніне сенімдіміз. Сондықтан да бүгін Қостанай облысы әкімдік ұйымы мен мәдениет басқармасы, мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен өтіп жатқан бүгінгі Амангелді Имановтың бабамыздың туған күніне арналған, мерейтойына арналған көрме, бұл әрине беретіні, халыққа беретіні, оның ішінде жастарға беретіні көп екені анық. Баршаларыңызды осындай жақсы күндерде жолығуға, еліміздің тыныштығы мен тәуелсіздігінің мәңгі болуына шақырамын. Бабаларымыздың қалдырған мұрасын жалғасып, еліміздің тәуелсіздігі баянды болсын. Көп рахмет.